Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ардагер ұстаздар және жас мамандар. Баршаңызды жаңа оқу жылының басталуымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы ұстаздық ұлық емес, ұлы құрмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қалай ардақтасақ, соларды тәрбиелейтін ұстаздарды да солай құрметтеу біздің міндетіміз. Осындай жолы мен жөні бөлек аяулы ұстаздарымыз шәкірттеріміздің мақтанышы ғана емес, бүкіл ел мақтанышы. Бүгінде 25 жыл еңбек өтілі бар ұстаздарымызды құттықтау дәстүрге айналып отыр. Ендеше өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі бақытты болып, және де өзгені де бақытқа жетелейтін, ғылымға жетелейтін ұстаздарымызды шын жүрегімнен 25 жыл еңбек өтілімен құттықтаймын. Ұрпақ тәрбиелеу жолындағы толымды еңбектеріңізге шын пейілімнен алғыс айта отырып, дендеріңізге саулық, отбасыңызға амандық, толағай табыстар тілеймін. Дорогие учителя, ветераны, молодые педагоги, разрешите от всей души поздравить вас с новым началом учебного года. Конечно, этот год был для всех нас особенным, но своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня. Именно от вас зависит, насколько образованным и духовно богатым будут наши дети. Времена меняются. На смену прежним методам преподавания приходят новые технологии. Однако главная цель остается прежней – воспитать яркую, целеустремленную личность, способную широко мыслить и принимать самостоятельные решения. Спасибо вам за 25-летний труд и заботу о наших детях. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, душевного равновесия и новых побед на педагогическом поприще. 25 жылдық еңбек өтілі бар ұстаздарымызды атап өтсек, олар: Кулакова Алтын Женісовна, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі; Еслямова Айжан Бақыткалиевна, бастауыш сынып мұғалімі; Северина Валентина Николаевна, мектепке дейінгі тәрбиеші; Сулейменова Венера Десешевна, бастауыш сынып мұғалімі; Смоленская Алла Викторовна, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі; Салихова Зауре Жұмабаевна, математика пәнінің мұғалімі; Карабаева Сауле Кенжегалиевна, физика және информатика пәнінің мұғалімі; Султанбекова Светлана Капсиковна, физика және информатика пәнінің мұғалімі; Елжанова Үміт Қайыргалиевна, тәрбиеші; Кабакова Рауза Абельмажуровна, тәрбиеші; Иманғалиева Светлана Тимирхановна, дене шынықтыру нұсқаушысы; Черныбка Валентина Викторовна, дене шынықтыру нұсқаушысы; Парушкова Татьяна Николаевна, логопед; Ақбергенов Әбдібек Дарханович, тарих пәні мұғалімі; Аймухамбетов Темирхан Сагингалиевич, тарих пәні мұғалімі; Дубровина Лариса Александровна, мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі; Альхавик Ирина Николаевна, информатика пәнінің мұғалімі; Аппиева Сания Ешмухамбетовна, домбыра класының оқытушысы; Бабагужеева Набира Курмангалиевна, домбыра класының оқытушысы; Мезина Инна Валерьевна, хор класының оқытушысы; Тайбекова Айхслу Хамитовна, фортепиано класының оқытушысы; Мукангалиева Айнур Хамитовна, қосымша білім беру педагогы. Уважаемые коллеги, юбиляры и ветераны педагогического труда, поздравляю с началом нового учебного года и желаю отличного настроения, душевного равнодушия и успехов в ответственном и благородном труде. Путь педагога
очень сложный. Так пусть же он будет интересный и плодотворный. Все мы в этой жизни ученики, и жизнь нам каждый день ставит оценки. Поэтому я всем желаю быть круглыми отличниками. А молодым педагогам я хотела бы озвучить свою любимую цитату Ушинского. «Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель». Именно поэтому нужно постоянно развиваться и учиться чему-то новому. Ставьте высокие цели и идите к ним со своими учениками. Верьте в своих учеников, ведь в каждом из них есть искра таланта. Попробуйте зажечь ее. Не бойтесь трудностей, неудач, падений, ошибок, ибо благодаря трудностям мы становимся сильнее. Благодаря ошибкам мы можем найти истину, а благодаря неудачам и падениям становимся выносливее. Уважайте своих учеников и умейте признавать свои ошибки. И помните, дорогу осилит идущий. Дерзайте, и все у вас получится. Доброго пути вам, доброго пути всем, кто идет по дороге знаний. Құрметті ұстаздар, құрметті ардагер ұстаздар және жас мамандар. Жаңа оқу жылы баршаңызға құтты болсын. 1 қыркүйек жаңа бастамалардың, жаңа ізденістердің, жаңа идеялардың символы. Бұл мейрамның адам өміріндегі алатын орны ерекше. Жаңа оқу жылы жаңа жетістіктерге жетелесін. Еңбекте, оқуда алда болайық. Мереке құтты болсын. Ұстаздарға ғылым, білім теңізінде толағай табыстарға жетуіне тілек білдіремін. Сонымен қатар 25 жыл табиғи дарын, ізгілікті, ізденістің, ерен еңбекті ұштастыра білген әріптестеріме тілегім, бойларыңыздан жүрек жылуы, мейірім шуағы, адамгершілік ұлылығы кетпесін. Әрдайым шәкірттеріңіз сіздерді қуантып жүрсін дегім келеді. Жас мамандарға тілейтінім, жас маман елдің ертеңі, болашағынан үлкен үміт күттіретін, білімді де білікті маман болыңыздар. Аңсаған армандарыңызға қол жеткізіп, әр саланың мықты маманы болып, еліміздің көркеюіне үлестеріңізді қоса беріңіздер дегім келеді. Құрметті әріптестер, ардагер ұстаздар, баршаңызды 2020-2021 жаңа оқу жылымен жас мамандар атынан құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Қазақстанның болашағы жас ұрпақ, ал жас ұрпақтың қандай боларына тікелей әсер етуші біз ұстаздар. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп ұлы Абай айтқандай, мұғалімнің тәрбиесі мен өнегесі оқушының болашақ азығы. Ұстаздық ұлы қасиет. Әріптестер, осы ұстаздық жолда қанатымыз талмасын. Еліңнің ұлы болсан, еліне жанын ашса, азаматтық намысын болса, қазақтың мемлекетін нығайтып, терінді төгіп еңбек ет. Елдің де, жердің де иесі екеніңді ұмытпа, дейді елбасы бір сөзінде. Мен Сейтек Айнұр Есенғали қызы Алматы қаласының Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бастапқы әскери дайындық факультетінің түлегімін. Еңбек жолымды Бөрлі ауданы Ақсай қаласының номер 8-ші жалпы орта білім беретін мектебінен бастағалы отырмын. Ендігі алға қойған мақсатым білікті ұстаздар қатарынан көріну, білімді жас ұрпақ тәрбиелеу. Қазір жас маманмын. Болашақта елімнің тірегі, шәкірттерімнің жүрегі, ұжымның білікті ұстазы болу менің арманым. Жаңа оқу жылы құтты болсын.